Азаматтың жүрегі әрқашан бір нәрсеге талпынып тұратын. Ол сол талпыныстың атын өмір деп атайтын. 20 жасқа толғанда ол өзін тұңғиыққа құлап бара жатқандай сезінетін. Ауылдың шаңы басқан жолдары, кешке қарай сиырдың қоңырау үні, әкесінің балам, осы жерде қал, жер ананың құны бар деген сөздері бәрі. Ол тордың ішінде тұншығып жатқандай болатын. Зулипа әжесі мен Шалқар атасы оны 5 жасынан бастап өсірген. Анасы ауруханада қайтыс болған соң, әкесі де 1 жылдан кейін жаңа өмір іздеп қалаға кетіп, хабар-ошарсыз қалған. Содан бері Азаматтың әлемі кішкентай ауыл, 2 кәрі адам және олардың ескі әңгімелері болды. Зулипа әже әлі де таңертең ерте тұрып, пешке от жағатын. 75 жаста болса да қолы әлі де мықты, даусы әлі де жеткілікті қатты. Шалқар ата болса кешке қарай верандаға шығып, темекі шегіп аспанға қарап отыратын. Ол көбінесе ештеңе демейтін. Бірақ кейде Азаматқа қарап, балам, адамның жүрегі жерге байланбайды. Бірақ жерден ажырасаң тамырыңды өзің жұлып алғаның дейтін. Азамат сол сөзді естіген сайын іштей ыза болатын. Мен тамырымды жұлып алғым келеді деп ойлайтын ол. Мен осы жерде шіріп қалғым келмейді. Сол жылы жазда ауылға жақын маңдағы базарға барғанда Інжумен кездесті. Інжу 18-де, бойы ұзын, көзі қара, сөйлегенде сөздері жеңіл, бірақ көзқарасы терең. Ол базардағы киім сөрелерінің бірінде сатушы болып істейтін. Азамат бір көйлек алуға келген еді, бірақ көйлекті ұмытып, қыздың бетіне қарап қалды. Не қарап тұрсың? Деп күлді Інжу. Киім емес, мені ұнаттың ба? Азамат ұялғаннан беті қызарып кетті. Бірақ іштей бір нәрсе қозғалып қалды. Сол күннен бастап олар күнде кездесетін болды. Кешке қарай ауылдың шетіндегі өзен жағасына барып сөйлесетін. Інжу өз армандарын айтатын. Мен осы ауылда қартайғым келмейді, Азамат. Мен үлкен қалада тұрғым келеді. Жарық шамдардың астында жүргім келеді. Сен ше? Азамат алғашында жауап бере алмады. Бірақ Інжудің сөздері оның ішіндегі отты жалындатып жіберді. Мен де кеткім келеді деді ол бір күні. Бірақ ата-әжем. Олар сені түсінбейді деді Інжу. Олар өз заманында қалған. Ал біз басқа заманның балаларымыз. Біздің өміріміз алда. Сол сөздер Азаматтың жүрегіне қадалды. Ол түнде ұйықтай алмай төсекте жатып ойланатын. Егер кетсем, олар не болады? Деген ой келетін. Бірақ бірден олар мықты, олар өмір бойы осы жерде өмір сүрді, мен неге сүрмеймін? Деген оймен өзіне өзі жауап беретін. Күздің алғашқы суық түндерінің бірінде шешім қабылдады. Інжумен кездесті. Екеуі сөмкелерін жасырын жинап, ауылдың шетіндегі ескі тоқтау пунктіне барды. Сағат түнгі 1-лер шамасында пойыз келетін. Азамат үйге барып, ата-әжесі ұйықтап жатқанда қағазға бірнеше сөз жазды. Ата, әже, кешіріңіздер. Мен кетемін. Өзімнің жолымды істеймін. Сендерді ұмытпаймын. Азамат қағазды үстелдің үстіне қойып, есікті жауып шықты. Жүрегі қатты соғып тұрды, бірақ аяғы кері бұрылмады. Пойызға мінгенде Інжу оның қолын қатты ұстады. Қорықпа деді ол. Енді бәрі жақсы болады. Азамат терезеге қарады. Ауылдың шамдары біртіндеп алыстап бара жатты. Ол артына қарамады. Іштей мен еркінмін деп қайталады. Ал ауылда сол түні Зулипа әже түсінде бір нәрсе сезді. Тұрып Азаматтың бөлмесіне кірді. Төсек бос. Үстелде қағаз жатыр.
Әже қағазды оқыды. Бір тамшы жас тамды. Бірақ айқайламады, оятпады. Шалқар ата верандада отырған. Темекі шегіп тұрды. Әже қағазды әкеліп көрсетті. Кетіпті, деді әже. Ата бір ауыз сөз айтпады. Тек темекісін терең тартып түтінді аспанға шығарды. Көзі жасқа толмады. Бірақ иығы сәл түсіп кеткендей болды. Таң атқанда ауыл тұрғындары білетін болды, Азамат кетіпті. Біреулері жас қой, қайтып келеді десе, енді біреулері әке-шешесінен жазғырған бала қайтып келмейді деді. Зулипа әже сол күні пешке от жақпады. Шалқар ата верандадан түспеді. Екеуі де үнсіз. Бірақ екеуінің де жүрегінде бір нәрсе сынғандай болды. Ал Азамат пойызда Інжудің басын иығына қойып отырды. Алғаш рет өмірдің иісі басқаша иіс келеді деп ойлады. Ол иіс еркіндіктің иісі еді. Бірақ ол әлі білмейтін еді, еркіндіктің артында кейде ауыр сағыныш күтіп тұратынын. Және ол сағыныш кейде адамның жүрегін тіпті темір тордан да қатты қысып тастайтынын. Алматыға жеткен алғашқы күндері Азамат өзін басқа планетада жүргендей сезінді. Көшелердегі шу, шамдардың жарқылы, адамдардың асығыс қимылы бәрі оған бір мезгілде қорқынышты да, масаттандыратын да болды. Олармен бірге жалдамалы пәтер тапты, ескі панельді үйдің 5-ші қабатында, лифті жоқ, баспалдақтары темекі иісіне малынған. Бірақ Інжу үшін бұл біздің алғашқы үйіміз еді. Ол әр кеш сайын терезені ашып қалаға қарап тұрып, қарашы, Азамат. Мұнда бәрі мүмкін. Біз енді ешкімге ештеңе дәлелдемейміз дейтін. Азамат басын изеп күлетін. Бірақ іштей бір нәрсе мазалайтын. Телефонды қолына алған сайын ауылдағы нөмірлерді көргенде жүрегі дүрсілдеп қоятын. Бірақ қоңырау шалмады. Олар жақсы шығар деп өзіне өзі айтатын. Мен кеткеннен кейін де өмір жалғасады ғой. Күндіз жұмыс іздеді. Құрылыс алаңында жүк тасушы болып орналасты. Кешке дейін бетон блоктарын көтеріп, арқасы ауырып, қолдары қан жоса болатын. Бірақ ол шаршағанын сезбейтін. Себебі шаршау еркіндіктің дәлелі сияқты көрінетін. Інжу болса алғашқы айда дүкендерде сатушы болып істеді. Кейін мен мұнда тұрып қалғым келеді, бірақ әдемірек жерде деп әлеуметтік желілерде фотосуреттер салып, модель боламын деген арманын айта бастады. Азамат оған қарсы шықпады. Қалай-қалайды, солай болсын деп ойлады. Бірақ түнде Інжу ұйықтап қалғанда Азамат терезенің алдына барып, қараңғы көшелерге қарайтын. Кейде ауылдағы веранда иісіне түсетін. Шалқар атаның темекі түтіні, Зулипа әженің балам, тамақ іш деген даусы. Ол сол сәтте телефонды қолына алып, нөмірді теруге шақ қалады. Бірақ саусағы қоңырау түймесіне жетпей тоқтайтын. Ертең қоңырау шаламын деп өзіне уәде беретін. Бірақ ертеңі тағы келмейтін. Бір күні қазан айының ортасында түстен кейін телефон шырылдады. Экранда Зулипа әже деген жазу тұр. Азамат бір сәтке тынысы тарылып қалды. Қолынан телефон түсіп кетердей болды. Бірақ ақыры жауап берді. Азаматжан. Әженің дауысы қатты дірілдеп тұрды. Әдеттегі қаттылығы жоқ, әлсіз, сынған сияқты. Әже, не болды? Деп сұрады Азамат. Дауысы өз-өзінен шықпай жатты. Ұзақ пауза. Сосын әже әрең сөйледі. Атаң кетті. Бүгін таңертең. Жүрегі тоқтап қалды. Азаматтың құлағына ештеңе кірмеді. Тек жүрегінің соғысы құлағында гу-гу етіп тұрды. Ол бір сәтке ештеңе айта алмады. Қашан?
Қашан ауырды? Деп әрең шығарды сөзді. Сен кеткеннен кейін. Бірден нашарлай бастады. Бірақ ешкімге айтпады. Балам ренжіп кетпесін деді. Соңғы күндері тек сені сұрап жатты. Азамат қайтып келмей ме? Деп. Мен оған келет дедім. Өтірік айттым. Азаматтың көзіне жас келмеді. Келуге құқығы жоқ сияқты сезінді. Ол тек мен білмедім. Деп қана айта алды. Білмедім ғой. Деді әже. Даусы тағы дірілдеп кетті. Ол саған ренжімегенін айтты. Соңғы сөзінде баламның жүрегі таза болсын, мен оны кешірдім деді. Содан кейін көзін жұмды. Азамат телефонды қолымен қатты қысып ұстады. Кеудесінде ауыр тау отырғандай болды. Тыныс алу қиындады. Жерлеу қашан? Деп сұрады әрең. Ертең? Бірақ сен келмей-ақ қой. Қиын болады. Жол алыс. Келем, әже. Обязательно келем. Бірақ әже жауап бермеді. Тек ұзақ күрсінді. Сосын саған ренжіп тұрған жоқпын, балам. Тек кеш болып кетті. Деді де телефонды өшірді. Азамат телефонды жерге түсіріп алды. Бөлме іші шулы қала дыбыстарына толы болса да, оған бәрі өте тыныш естілді. Ол диванға отыра кетті. Қолы дірілдеп тұрды. Сол кезде Інжу есік ашып кірді. Қолында пакеттер, жүзі жадыраңқы. Азамат, мен бүгін жақсы ақша таптым. Кешке киноға барайықшы. Деп айқайлады ол. Азамат баяу басын көтерді. Інжудің бетіне қарады. Бірақ оның көз алдында басқа бір әйел тұрғандай болды. Жат, бөтен. Атам өлді деді ол, тыныш қана. Інжу бір сәт үнсіз тұрды. Сосын пакеттерді үстелге қойып, ойбай. Қатты қынжылам, деді. Бірақ даусында шынайы қайғы аз еді. Сосын бірден қосты, енді қайта ауылға барсақ болады ғой. Енді ата-енеде қалған жоқ қой. Миым тыныш болар еді. Осы шулы қаладан шаршадым. Азаматтың құлағына сол сөздер балғамен ұрғандай тигендей болды. Миым тыныш болар еді. Ол баяу тұрды. Көзі қарауытып кетті. Інжудің жағасынан ұстап алды. Бірінші рет өмірінде әйелін ұрды. Бір-ақ рет. Бетіне қатты тиген соққыдан Інжу еденге құлады. Көзіне қорқыныш пен таңданыс араласқан. Сен менің атамды өлтірдің, деді Азамат. Даусы дірілдеп, бірақ қатты шықты. Сен менің жүрегімді өлтірдің. Ол саған миым тыныш болар еді деп айтқанда. Сен менің атамның өлімін күткенсің ғой. Інжу еденде отырып бетін ұстап тұрды. Көзінен жас ақты. Мен олай ойламадым. Деп әрең шығарды сөзді. Бірақ Азамат енді ештеңе естігісі келмеді. Ол сөмкесін алып есікке беттеді. Біз біттік, Інжу. Сен менің өмірімді талқандадың. Енді мен саған қарай алмаймын. Сол түні Азамат үйден кетті. Қала көшелерінде түні бойы жүрді. Жылады. Айқайлады. Өзін-өзі ұрды. Бірақ ештеңе жеңілдемеді. Келесі күні ол ауылға пойызға мінді. Бірақ жерлеуге үлгермеді. Жолда жүріп жатып әжесіне қоңырау шалды. Кешірім сұраймын, әже. Үлгермедім.
Әже тыныш қана, келдің ғой. Жетсең болды. Атаң сені кешірді. Мен де кешірдім. Тек өзіңді кешір, балам. Өзіңді кешірмесең ауыр болады. Азамат телефонды өшіріп терезеге қарады. Көз жасы терезе әйнегіне тамшылап түсті. Ол әлі білмейтін еді, бұл жараның жазылуына көп жыл керегенін. Және ол жылдардың ішінде өзін ең қатты кінәлі сезінетінін, өзін кешіре алмайтынын. Арада 1 жылдан астам уақыт өтті. Азаматқа 21 жас келді. Алматының шеткі аудандарындағы құрылыс алаңдары оның күнделікті әлеміне айналды. Таңғы 6-дан кешкі 8-ге дейін арба, бетон, темір шыбық, шаң тозаң. Қолы қатты қарайып, иығы кеңейіп, бет әлпеті қатайып кетті. Бірақ көзі әлі де сол баяғыдай іштей бір нәрсе іздеп тұратындай. Түнде ұйқысы нашар. Көбінесе түс көреді. Түсінде ауылдың верандасы, Шалқар атаның темекі түтіні, Зулипа әженің балам, кел, шай іш деген даусы. Кейде інжудің бетіне ұрған соққысының дыбысы құлағына қайта-қайта келеді. Ол кезде оянып кетеді де, төсекте отырып қараңғыға қарап тұрады. Мен не істедім? Деген сұрақ миын жеп қояды. Інжуден кейін ешкіммен жақын болған жоқ. Телефондағы әлеуметтік желілерді ашпайды. Кейде әжесі қоңыраушылады. Қысқа ғана сөйлеседі. Әже әрқашан бір нәрсені сұрайды. Суық болса киініп жүр. Өзіңді азаптама. Азамат әже, бәрі жақсы деп жауап береді. Бірақ даусы өтірік екенін өзі де біледі. Бір күні қыс ортасында телефон тағы шырылдады. Әжесі: Азаматжан, мен де ұзақ тұрмайтын шығармын, деді. Әже тыныш, бірақ анық. Дәрігерлер айтып жатыр. Жүрек әлсіреп қалған. Келсең, соңғы рет көріскім келеді. Көзіңді бір көргім келеді. Азамат бір сәт үнсіз қалды. Кеудесі қысылып кетті. Келем, әже. Ертең-ақ келем. Сол күні жұмыстан босатылуға өтініш берді. Бастығы не болды? Деп сұрағанда тек әжем ауырып қалды деп қана айтты. Кешке қарай пойыз билетін алды. 1-ші класқа емес, әдеттегідей плацкартқа. Орындықта отырып терезеге қарады. Қала шамдары біртіндеп артта қалып жатты. Жол бойы ештеңе ойламауға тырысты. Бірақ ойлар өзі келді. Атасының соңғы сөзі: баламның жүрегі таза болсын. Інжудің миым тыныш болар еді деген сөзі. Өзінің қолынан шыққан соққы. Бәрі миында араласып ауыр жүкке айналды. Ауылға таңертең ерте жетті. Қар жауып тұрған. Ауылдың кіре берісіндегі ескі теректер ақ қарға оранған. Азамат сөмкесін иығына асып, әжесінің үйіне қарай жүрді. Аяғы батпаққа батқандай ауырлады. Есікті ашқанда Зулипа әже диванда отыр екен. Қатты арықтап кеткен. Беті сарғайып, көзі сынып кеткен. Бірақ Азаматты көргенде көзі жанып кетті. Келдің ғой, балам, деді әже әрең шығарып. Қолын созды. Азамат есік алдында тұрып қалды. Бір қадам жасай алмады. Көзіне жас келді. Бірақ ұстап тұрды. Кешір, әже, деп әрең шығарды. Мен кешіктім. Бәріне кешіктім. Әже баяу басын шайқады. Келдің ғой. Жетсең болды. Мен саған ренжіп тұрған жоқпын. Атаң да ренжіген жоқ. Ол кетер алдында тек сені сұрады. Азаматтың жүрегі ауырмасын деді. Азамат енді ұстай алмады.
Тізесін бүгіп еденге отыра кетті. Бетіне қолын басып қатты жылады. Балаша емес, еркекше де емес. Жүрегі жарылып жатқандай кеудесінен шыққан дыбыс бөлмені толтырды. Мен соқыр болыппын, әже, деді ол жылап тұрып. Мен ең қымбат нәрсені көре алмаппын. Ата-ананың, әке-шешенің қадірін. Кеш түсініппін. Мен бәрін жоғалттым. Зулипа әже баяу тұрып немересінің жанына келді. Қолын басынан сипады. Қолы салқын, бірақ жылы. Көзің соқыр болған жоқ, балам. Енді ашылды ғой. Кеш болса да. Ашылды. Бұл да бір жақсылық. Көп адам өмір бойы соқыр күйінде кетеді. Азамат әжесінің қолын ұстады. Қатты ұстады. Мен қайтып келдім, әже. Енді кетпеймін. Сен барда. Мен осында қаламын. Әже күлді. Әлсіз, бірақ шынайы. Жақсы. Бірақ өзіңді азаптама. Атаң сені кешірді. Мен де кешірдім. Енді өзіңді кешір. Өйткені сенсіз біздің жүрегімізде ауырады. Сол күні Азамат ауылда қалды. Інжуді іздеген жоқ. Онымен ажырасқанын ресми түрде тіркетті. Телефондағы ескі хабарламаларды өшірді. Бірақ жүрегіндегі жара әлі де бар еді. Тек ол жара енді басқаша ауыратын, сағынышпен, өкінішпен, бірақ үмітпен. Кейде түнде верандаға шығып, шалқар атаның отырған жеріне қарай отыратын. Темекі шекпейтін, бірақ әкесінің әдетін қайталағысы келетіндей, қолын ауызға апарып, түтін шығарғандай қимыл жасайтын. Жүрегіне бір сөзді қайталайтын, жүрегім таза болсын. Бұл сөз енді оның өмірлік ұранына айналды. Күнде таңертең тұрып, әжесіне шай қайнатып, үйді жинап, ауылдың қарттарына көмектескенде сол сөзді іштей қайталайтын. Өйткені ол енді білді, кеш түсінген қадір ешқашан кеш емес. Тек оны сақтап қалу керек. Өмір бойы